Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Темен бірге қазақ арнасы және де бізде тағы да видео Қазақстан және против Греция. Просто лайктамаңыздар. Видео лайк басыңыздар. Сразу айтайық, бізде Қазақстан қызылдар. Солай. Бұл жерде пока что ешкім білмеймін. Короче, сразу лайктарыңызды басыңыздар, Так. Қазақтарда әдемі позиция, олар таудың төбесінен әдемі келіп тұрып атысып жатыр. Сәттен жақсы көреді ғой, таудан келген. Так. Бізде қазақтар ұтып жатыр, просто. Так. Қазақстан уже 20 килл жасады. Қазақстан бір адам сразу 5 килл жасапты. Ой, ё-май дядь. Ой-май дядь. Қазақстан бәрін бұтсын шығарады. 6 адам қалды Греция елінен. Даже 5 адам қалды. Ерасамуха. Аптекалау. Төбеден келді. Жатты, хорош. Егеуін жатқызды стат қазақ дейтін. Анау да жат қалды ма? Құтқарды осыңды. Құтқармай кет баратыр бар. Даже 3 адам қалды. Қазынан көтер болады, 4 адам болды. Жоқ, 3 екен. Просто. Так, аккуратно ойнап жатыр. Аптека қабылдамай ма? Так. Пока что қазақтар мықты ұтып жатыр. О, май дядька. Ё-май дядь. Так. Қазақтар ұтты. Так, бізде сразу келесі раундқа өтеміз. Достар, бізде келесі раунд басталды. Так, екінші раунд. Греция әлі ұтып жатыр бұл жолы. Так. Ё-май дядька. Так, грециялықтар зонадан қалып баратыр. Так, достар, келесі видеода бізде СНГ дейтін прям СССР против НАТО. Даже НАТО емес, Америкамен қарсы шығатын боламыз. Отличная идея. Қазақстан Америкамен қарсы шығады. Да, күшті идея. Так, не істеп жатыр? Өртеніп жатыр. Бәрі қазақтар ұтып жатыр. Қазақ трэшер ғой просто. Бәрін жасады ғой. Так. Соғыс мықты кетіп жатыр. Пока что пустыня. Нормально етті. Қазақтар ұтылса, мен просто бомба болады. Так, бізде біреу жатты, мынау оң жаққа қараңыздар, сол кезде чатта кім өлтіргенін көріп жатады. Просто. Осындай видеолар жақсы көремін. Просто. Так. Қазақ 20 килл жасады. Жоқ, бұл Грекия оның. Так, Греция деген ғой. Достар, және де бізде 7 адам қалды. 7. Сразу минус болайын деп тұрмын мынау. Минус грекиялықтар. Виктор және ұттық. Просто. Ё-май дядь. Просто 3-ші раундқа кеттік. Просто. Так, Грекия. Бұл жол бәрін жөндедік. Қазақстан туған Грекияның туын көрсетіп отырады. Бәрін жөндедік. Қамызды сөй алдым. Так.
Қазақтар мына домды, астыдағы домды занимать етіп алып. Дед просто. Қазақстан просто тращер. Так, мына жерде біреу құлады, мына жерде Грекиядан таяу жүрген. Так, достар, бізде әлі видео кетіп жатыр. Атыс кетіп жатыр, просто. Насанға қараңдаршы, қанша адам өліп отыр. Жоқ, Қазақстан ұтылма. Қазақстан 3 раунд бойы ұтып кетсе де Так, ұтады деген ойдамын. Қазақстанда пока что 2-0. Солай 2-0. Так, 3-0 болады деп ойлаймын. Так. Бағанадан бері 40 адам өлді. Және де бізде қазақтардың біреуін жатқызды, және де. Бұл жерде ешкім бір-бірін құтқармай кете береді, өзі өліп қалмас үшін. Так, мына үйге анау грекиялықтар раш жасап жатыр. Бірақ раштан ана жерде біреу адам қалды. Мына үйде біреу ғана. 2-2 соқсан деп жатыр. Так, мына жақта бір бәле кетейін деп жатыр соғыс. Мына жақта талпа қазақтар. Дед просто. Так. Мына районның бәрін пока что бүкіл грекиялықтар жаулаған. Және де бізде қазақтар ұтылуда. Қазақтар 23. Просто. Так. Қазір 2-1 болмасын. Так, ешкім өлген жоқ пока. Мен негізі әдеге осындай кішкентай зонада қалып жатса отырмын. Үлкен зона ешкім ұзақ болып кетеді. Так, тым көрмей қатар. Жоқ, мына жерде Грекия мен Кипр. Кипр дейтін кішкентай арал. Грекия мен Кипрді айырып жатыр Қазақстан. Қазақстан трәсер және просто. Дядь. Мына жерде сразу екеулер құлақ баған, жасып қалған. Мен туға қарамаппын ғой. Көрдіңіз бе? Суретте Грекия мен Кипрдің суреті, мен бүкіл туларды білем. Десе де. Так, мен кейбіреулерін білмеймін, және де төбені бұл жолы грекиялықтар жаулаған. Грекиялықтар төбеде аз, бірақ төбе дейтін нормальный позиция. Мына үйде біреу жүр. Снайпер. Абайлау ойнау керек. Просто. Так. Сразу мынандай видеосын лайкты неғып баштар сендер. Лайкты мұзыңыздар, және де мыналар. Мына жерде қанша құлақ қалған. Қазақстан, давай, просто. Және де болмайды мынау, честно мынау. Мыналар ұтты. Дед просто, және де бізде 4-ші раунд 2-1. Ода. Қазақстан тағы да ұтылып жатыр. Аферит, давай. Сен неғып қарамадың, неғып комментке жазбадың сен қазақ сыйла деп. Давай жазсы, қазақ ұтсын. Мына жерде тағы да Грекия ұтатын сияқты, бірақ оған жол болмай керек. Короче, Қазақстан. Менің аты күшті екен, Қазақстан. Қазақстан үшін қызмет етемін дейді ғой демек. Болмайды ғой, Греция мен Кипр дейтін болмайды ғой, Екеулерін Қазақстанға жабылғандарын. Так, Грецияда 8 миллион адам бар. Кипрда 1 миллион адам бар шығар. Короче, сондай. Давай қазаққа шы. Давай. Жаннан кейін дәл қастан. Бам-бам. Просто. Так, достар, видеоны лайк басып отырыңыздар. Қазақтарға коммент жазыңыздар. Қазақтар сыйла деп. Қазақтар ұтылмасыншы. Осы жерде ұтылса Қазақстан ең бірінші турнирлардан
ең бірінші өлген. Бізде қанша турнир болған білесіздер ме? Бізде менің каналыма кіріңіздер, және де бізде Қазақстан мен Россия, Украина мен Қазақстан соғысқан, олды екеуінде де ұтқан, Финляндиямен шыққан, Финляндияда да ұтқан. Давай, лайкпен мені қолдап отырыңдар. Так, давай, жатқыз, тоңқайса, еба парасота. Надо акамен жүр, ема. Парасота. Қазақстан ұтылуда бұндай невозможно. Кипр. Черт, Греция. Греция дейтін жаман дедей. Жаман Греция дейтін. Все, ренжідім. Так. Ема Қазақстан. Давай, налар зонадағы қазақ айырып ұстасай. Бұндай нені түсінбейсің, давай. Авиемшік тым болмаса сен тащи. 11-11 ема. Решающий раунд. Ема грециялықтар зонадан қап жатыр, Ё-май, жатка. Так, ема, давай, тащи. Брат, тащи. Брат, қазақ, давай, қазақ, давай. Турнир ғой бұл дейтін, турнир. Келесі турнирді әйтпесе шығармайым. Короче, мен кеттім. Так, біздің видеомыз 11 минут болып жатыр. Емамның авуям. Жоқ, бұл қария кеткен ғой. Бранжилет бар. Думавухалар жатыр. Жерде қазір Рашетуге келеді. Рашет ет, және де Тоңқай, давай, өл, давай, саған. Просто бомба. Қазақтар және де бізде ұтады, ема. Мен қазақтардан бұндай күтпебем, ема қазақтар. Бағана 11-20 метр, сондай тоңы, ема, жайт просто. Қазақтар ши, давай, біз саған сенеміз, және де біреу-ақ адам қалды, ема. Біреу-ақ адам қалды. Давай, Рашид тұстандармын жер, Раш. Және де бізде Қазақстан ұтады, және де бізде ең соңғы решающий раунд. Стоп. Сен неғып Шелзи арнасына не істемейсің? Шелзи арнасы. Ол Free Fire'дан өте керемет дейтін ойындарды түсіреді, және де ол түрлі эксперимент жасайды, және де бізде негізі видео бітті, бағанақ Финляндия мен Қазақстан соғысты, және де Қазақстан ұтты, ема просто. Және де сіздермен бірге болған бұл Казақ Кру арнасы.